Бірнеше ай бұрын шартты түрде босап шығып, қазір көлік жөндейтін жерде жұмыс істейді. Ал шеберхана қылмыс орнына жақын жерде екен. Қайырлы күн, капитан Вихрев және сержант Маккензи сөйлесе аламыз ба? Тұр! Мына әйел танисың ба? Жоқ, танымаймын. Сәлем, Василиса. Келгенге қатты қуаныштымын. Шынымды айтсам, сағынып келдім деп айта алмаймын. Мишаны жайына қалдыруыңды сұрайын дегем. Не сезініп тұрғанын түсінемін. Ештеңе түсінбейсің. Маған не түсіндірмекшісің? Өзім де түсінбеймін. Адам қалайша бәрін тастап жай ғана кетіп қалады. Енді келдің де, әкенің рөлін ойнағың келіп тұр. Сосын тағы да кетіп Сені қаласың. қатты жақсы көрем. Сенбесең де болады, бірақ алдында мүлде басқа адам тұр. Бізбен тұрады. Мамамның жұмысында бір бағдарлама бар екен. Біздің полицейді Америкаға жіберген. Ал Джонды осында ауыстырған. Бірақ ол ұзаққа қалмайды, жақында кетеді. Маған ол жақсы жігіт сияқты көрінді. Я, керемет. Әке, сенен бірдеңе сұрайын деп едім. Неге бізден мамам екеумізден кетіп қалдың? Ол кезде маңызды себептер болды. Сен қазір сондай жастасың ғой, түсіне қоймайсың ба деп қорқам. Менің кесірімнен бе? Жоға, ондай ойға қалай келдің? Сені көру үшін келдің ғой. Айтпақшы, кофе машинамен нағыз шоу жасадың. Бірақ кофе ішпеймін ғой. Шай? Енді бәріне ортақ болады.